Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз өткен сабақтарымызда екі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешуді үйрендік. Ол теңсіздіктердің мысалы мынау өздеріңіз көріп отырған теңсіздіктер. Бұл теңсіздіктерді қалай шешу керек екенін білеміз, және олардың шешімдерін координаталық жазықтықта бейнелеп көрсете аламыз. Енді біз бүгінгі сабағымызда осы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңсіздіктерден құралған теңсіздіктер жүйесін шешуді үйренетін боламыз. Мен қазір осы теңсіздіктерден бірнеше жүйелер құрастырып, оларды шығарып көрсетейін. Бірінші және екінші теңсіздікті алатын болсақ, x минус y үлкен нөлден және x квадрат қосылған y квадрат кіші не тең 9-дан. Осы теңсіздіктер жүйесін шешу үшін біз бұл жүйедегі әрбір теңсіздікті жеке-жеке шешеміз және олардың шешімдерінің қиылысуын табамыз. X минус y үлкен нөлден, яғни y кіші x-тан. Бұл бірінші теңсіздігіміз. X квадрат қосылған y квадрат кіші не тең 9, яғни 3-тің квадратынан. Бұл екінші теңсіздігіміз. Бірінші теңсіздіктің шешімі бұл y-тен болады x түзуінен төменгі жатқан аудан болады. Оның суретін салып көрсететін болсақ, ол мынау аудан. Теңсіздік белгісіне назар аударыңыздар, бұл қатаң теңсіздік. Сондықтан түзудің бойында жатқан нүктелер бұл теңсіздіктің шешіміне кірмейді. Енді екінші теңсіздік бұл центр координаталар бас нүктесінде жататын және радиусы 3-ке тең болатын шеңбермен шектеліп тұрған аудан. Оны салып көретін болсақ, ол мінекей суретте көріп отырсыздар, осы аудан болады екен. Енді біз екі теңсіздіктің шешімдерін қиылыстырайық. Сонда мінекей көріп отырсыздар, екеуінің қиылысуынан пайда болған мынау қою түспен боялған аудан, бұл осы теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады. Жақындатып қарайық мінекей. Сонда осы боялып тұрған аудан болады екен шешіміміз. Келесі мысалды қарастырайық. Енді біз екінші және үшінші теңсіздіктерден жүйе құрастырайық. Екінші теңсіздігіміз x-тің квадраты қосылған y-тің квадраты кіші не тең 9-дан және x квадрат қосылған y квадрат үлкен не тең 1-ден. Бұл теңсіздікті шешу үшін алдымен біз мынау екі шеңберді салып алайық. Бірінші салатын шеңберіміз бұл x квадрат қосылған y квадрат тең 9-ға. Яғни бұл центрі координаталар бас нүктесінде жататын және радиусы 3-ке тең болатын шеңбер. Теңсіздіктің берілгенде кіші немесе тең 9-дан деп тұр. Ендеше бұл теңсіздіктің шешімі шеңбермен шектелініп тұрған ішкі аудан болады. Екінші теңсіздікке келетін болсақ, x квадрат қосу y квадрат үлкен тең 1-ден. Бұл теңсіздік шешу үшін біз центр координаталар бас нүктесіне жататын және радиусы 1-ге тең болатын шеңбер салуымыз керек. Ол шеңбер мынау шеңбер, мінекей суретте көріп отырсыздар. Енді теңсіздіктің шарты үлкен не тең 1-ден деп көрсетілгендіктен, бұл яғни мына шеңбердің сыртқы ауданы болып табылады. Енді теңсіздіктер жүйесінің шешімін алу үшін біз осы екі теңсіздіктің шешімін қиылыстырамыз. Бірінші теңсіздіктің шешімі ол радиусы 3-ке тең болатын шеңбердің ішкі ауданы. Екінші теңсіздіктің шешімі ол радиусы 1-ге тең болатын шеңбердің сыртқы ауданы. Енді біз екеуін қиылыстыратын болсақ, онда мінекей екі шеңбердің ортасында мынандай сақина пайда болады. Көріп отырсыздар, екеуінің қиылысуынан пайда болып отырған қою түспен боялған мынау аудан. Яғни бұл біздің теңсіздігіміздің шешімі болып табылады. Келесі теңсіздіктер жүйесін біз мынау теңсіздіктерден құрастырайық. Бірінші, x минус y үлкен 0-ден, бесінші, 2x қосу y кіші не тең 6-дан және 8-ші теңсіздікті қарастырайық. Y қосылған 3 үлкен не тең 0-ден. Осы теңсіздіктер жүйесін шешу үшін алдымен біз осы жүйедегі 3 теңсіздіктің шешімдерін мынау координаталық жазықтықта бейнелейміз. Бірінші теңсіздігімізді былай жазып алайық, y кіші x-тен. Осы теңсіздіктің шешімі y-тен болады x түзуінің төменгі жағы болады. Міне суреттен көріп отырсыздар. Y кіші x-тен, яғни теңсіздік белгісі қатаң белгі. Олай болса, мынау түзудің бойындағы нүктелер теңсіздік шешіміне кірмейді. Екінші теңсіздік y кіші не тең минус 2x плюс 6-дан.
Бұл теңсіздіктің шешімі y-тен болады минус 2x плюс 6 түзуінен төмен жатқан аудан болады. Міне ол аудан, мынау қызылмен көрсетілген аудан, суретте көріп отырсыздар. Осы екі теңсіздіктің шешімін көруге болады. Мінекей екі ауданның қиылысуынан шығып тұрған мынау қою түспен көрсетілген бұрыш. Енді үшінші теңсіздігіміз ол y үлкен не тең минус 3-тен. Бұл теңсіздіктің шешімі y-тен болады минус 3 түзуінен жоғары жатқан аудан болады. Ол мынау аудан, көріп отырсыздар, жасыл түспен боялған. Енді біз алдыңғы аудандарды қиылыстырайық. Егер де жасыл және қызыл түспен боялған аудандарды қиылыстырсақ, онда мінекей жасыл қызыл мынау бұрышты көріп отырсыздар. Ол теңсіздіктердің шешімі осы бұрыш болатын еді. Егер бұған біз бірінші теңсіздіктің шешімін қосатын болсақ, онда мінекей үшеуінің үш ауданның қиылысуынан пайда болған үш бұрыш көріп отырсыздар не. Осы үш бұрыш бұл мынау теңсіздіктер жүйесінің шешімі болып табылады. Тағы да бір мысал қарастырайық. Төртінші мысал. Бұл мысалды біз мынау теңсіздіктерден алайық. Y минус 0,5 x квадрат үлкен минус 2-ден және y минус 2x квадрат плюс x үлкен не тең 1-ден. Осы екі теңсіздіктен құралған жүйені шешіп көрейік. Жүйе теңсіздігіндегі y-ті x-тер арқылы өрнектеп алайық. Осыдан соң осы екі теңсіздіктің шешімдерін мынау координаталық жазықтықта салайық. Бірінші теңсіздік y үлкен 0,5 x квадрат минус 2. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі y-тен болады 0,5 x квадрат минус 2 параболасының жоғарғы жақ бөлігі болады. Мінекей ол мынау аудан. Енді теңсіздік белгісі қатаң болғандықтан парабола бойындағы нүктелер теңсіздік шешімдеріне кірмейді. Сондықтан ол суретте үзік сызықтармен көрсетіліп тұр. Екінші теңсіздіктің шешімі y-тен болады 2x квадрат минус x плюс 1 деген параболаның олда жоғарғы жақ бөлігі болады. Себебі мұнда да y үлкен немесе тең деп көрсетіліп тұр теңсіздікте. Суретін салатын болсақ, ол мынау параболаның жоғарғы жақ бөлігі. Енді осы жүйенің шешімін алатын болсақ, бұл осы екі ауданның қиылысуы, яғни бұл мынау y-тен болады 2x квадрат минус x плюс 1 параболасынан жоғары жатқан аудан болады. Қою көк түспен көрсетілген, мінекей жақындап қарауымызға болады. Мынау қою көк түспен көрсетілген аудан осы теңсіздіктер жүйесінің шешімі болып табылады екен. Сонымен біз бүгін теңсіздіктер жүйесін шешуді үйрендік. Енді сіздер үйде берілген мынау тапсырманы орындап, үйден өзіңіз бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.